Ақтөбе негізгі орта мектебінің информатика пәні мұғалімі. Білім медиагруп ұйымдастырып отырған жаңашыл ұстаз 2023 байқауына қатысып, екінші кезеңіндемін. Сабақтағы заманауи технологиялар аталымы бойынша қатысып отырмын. Мектептегі әрбір оқушы жеке тұлға. Жеке тұлғаны өмірге дайындау мектеп ұстаздарының қолында. Ұстаз жолы ұлы жол демекші, шәкірттерге білім беруде тиімді білім ресурстарын пайдалану, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, сабаққа белсене қатысуына ықпал етеді. Мен өз сабақтарымда білім ресурсының ай-тест, ай-мектеп бөліміндегі тесттер бөлімін сабағымды қорытындылау кезеңінде үнемі қолданып отырамын. Мұғалімдердің кәсіби біліктіліктерін шыңдау мақсатында түрлі білім беру ресурстары ауадай қажет. Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар. Отырамыз. Бүгінгі сабағымызды жақсы көңіл күймен бастау үшін ортаға шеңбер болып тұрып, бір-бірімізге жақсы тілек айтудан бастайық. Аяулым аспанның ашық, жұлдызың жарық болсын. Аяулым жаныңда жақсы адамдар көп болсын. Ертуған бүгінгі сабақтан жақсы бағалар ал. Ерхан, мұңаймай жадырап жүре бер. Ерлан, бүгін сабаққа сәттілік. Олай болса, топқа бөліну мақсатында мұндағы суреттерді алып, екі топқа бірігеміз. Процессор тобы мұнда жайғасамыз, компьютер тобы мұнда жайғасамыз. Оқушылар өткен сабақты пысықтау мақсатында, өткен сабақты еске түсіру үшін ноутбуктағы тапсырманы орындайтын боламыз. Барлығымыз қосатын болайық. Үй тапсырмасын пысықтау кезеңінде Learning Apps сервисінде тест жұмысын орындайды. Онда оқушылар өткен сабақты еске түсіру мақсатында ойлану арқылы жылдам жауап беруге, жылдамдыққа, өткен сабақ бойынша ойларын тұжырымдауға бағытталады. Оқушылар тапсырып болса, онда әр оқушы өзінің тапсырғаны бойынша күн шуағы әдісі арқылы стикерлерімізді кім дұрыс орындады, аяғына дейін дұрыс орындаған оқушылар стикерге жазып, күннің шуағына жабыстырамыз. Жаңа сабақтың тақырыбы қозғау әдісі болады. Ұялы телефонымызды алып, жіберілген сілтеме бойынша бүгінгі сабақтың тақырыбын ашамыз. Learning Apps сервисінде пазл құрастыру арқылы ой қозғау жүргізіледі. Пазлдарды құрастыру, яғни берілген сұрақтардың жауаптарын тауып, өз ойларын тұжырымдайды. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы процессор және оның сипаттамалары. Біз қазір ұялы телефонымызда пазл құрастыру арқылы біз бір бейнені ашып шықтық. Олай болса, жаңағы пазл құрастыру барысында қандай бейне шықты сіздердің топтарыңызда? Көрген? Ми шықты, ми бізде ойлау, қозғалыс, эмоция және де оқу, көру орталығы. Жарайсың. Процессор тобы, сіздер жалпы компьютер туралы не айтар едіңіздер? Компьютер ақпаратты сақтау, ақпаратты өңдеу, ақпаратты тасымалдау қабілетіне ие. Жарайсыздар. Процессор және оның сипаттамалары тақырыбы бойынша бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Оқулықпен жұмыс суреттер таратылып беріледі. Сол сурет арқылы топпен өз ойымызды білдіріп, сол кадрға жазатын боламыз. Оқулықтағы ақпаратты оқи отырып, алдымыздағы суреттер бойынша өз мәліметтерімізді жазатын боламыз. Сіздерге берілген сурет бойынша келесі кадрға екеуін
арасын жабыстырып, жалпы осы сурет бойынша мәліметті жазамыз. Дәл осылай қайталанып, келесі кадрға мәліметтерді жазып шығатын боламыз. Кадр әдісі арқылы оқушылар топтық жұмыс жасайды. Топтық жұмыс жасатудағы мақсатымыз топпен бірлесе отырып, бір-бірін тыңдауға, көрген ақпараттарын, ойларын тұжырымдай отырып, парақ бетіне түсіруге, және де жазған ақпараттарын топта қорғай білулеріне ықпал ету. Жұмысымызды аяқтап болдық па? Қайсы топ аяқтап болды? Бірінші компьютер тобы аяқтап болса, онда ортаға шығып, өз жұмысымызды қорғаймыз. Бірінші бізде процессордың қызметі бізде көптеген жартылай өткізгіш элементтерден тұрады. Және екінші суретте бізде аналық тақша. Аналық тақшада бізде орталық процессор, жедел жад, микросхемалар, дыбыстық және бинарлық сияқты компьютерлердің ішкі құрылғылары орналасқан негізгі мөрлі тақша. Компьютерлерді желіге қосуға мүмкіндік береді. Ол 10-100 мың мегабайт секундқа жылдамдықпен жұмыс жасайтын түрлері де бар. Төртінші, кеш жады. Процессор өңдейтін деректерді жедел жадта сақтай алады. Ұзақ уақыт бойы сақтайды және де жиі пайдаланылатын құжатты экранға шығарып тұрады. Бесінші суретте бізде диск, ол деректер жинаушы. Алтыншы суретте қатқыл диск, дерек жазуға және сақтауға арналған құрылғы. Процессор тобы дайынбыз ба? Дайын болса, ортаға шығып қорғаймыз. Бізде бірінші суретте процессор дегеніміз көптеген жартылай өткізгішті элементтерден тұратын компьютердің барлық есептеу және өңдеу жұмыстарын жүргізетін электронды микросхема. Екінші бізде екінші суретте аналық тақша. Аналық тақша дегеніміз орталық процессор, жедел жад, дыбыстық және бейне карталар сияқты компьютер негізгі мөрлі тақшасы. Бізде үшінші суреттегі бізге қатқыл диск, цифрлар немесе сандық мәліметтерді сақтау және өңдеу үшін қолданылатын компьютер негізгі құрылғысы болып табылады. Диск жетегі магниттік дискілер орнатуға және олармен жұмыс істеуге арналған тетік. Бізде бесіншісі жедел тақша, компьютерді желіге қосуға мүмкіндік береді және олардың бізде 10-100 мың мегабит секунд жылдамдықпен жұмыс істейтін түрлері бар. Бізде ең соңғы сурет, ол бізде кеш жады. Пайдаланушыға ұзақ уақыт күте тұрмай, экрандағы жылдам көріну арқылы пайдаланушыға тәжірибесін жылдамдатуға арналған компьютерлік жад. Процессор тобының жұмысын сәл толықтыра кетейік. Олай болса, сіздерге қазір сұрақ қоямын. Процессордың разрядтылығы дегенді қалай түсінеміз? Кім жауап береді? Ертуған. Бір тактіде өңдей алатын биттердің жұмысын атайды. Ол процессордың зарядтылығының ең кішісі екілік зарядтылық деп аталынады. Ол әлемдік есеп бір заряд бір битке тең болады. 8 рет 8 зарядтылықты орнатылса, онда ол 8 рет жұмыс жасайды. Процессорде қаншалықты көп болса, соншалықты жұмыс жасайды. Қанша заряд болса? Және қанша разрядтылық? 32 разрядтылық. Жақсы, жарайсыздар, отырамыз. Топтық жұмыс барысында белсене қатысып отырған, өздеріңіз білесіздер, қалай тапсырма қай деңгейде орындаған, күн шуағы арқылы өзіңізді бағалап кетеді. Оқушылар, серуендеу сәтін жасап алса қалай қарайсыздар? Ортаға келіңіз. Осы шеңбер бойында қолыңызды қолыңыздың ұшымен екі шеңберін ұстап тіреп тұрамыз да, дөңгелек болып шеңбер бойынша сағат тілмен айланатын боламыз. Кім қаламсапты түсіреді, сол ойыннан шығатын болады. Бастаймыз. Айланамыз сағат тілмен.
отырып талдайтын боламыз жұптық жұмыс ретінде. Тапсырмаға қараймыз. Сіздерге процессор жұмысы және адам миының жұмысы берілген. Орта тұсында салыстыру. Екі бейнені салыстырып, қызметтерін жасатын боламыз. Компьютер тобы орындап болса, тобымыздан кім қорғайды? Аяуын қорғаймыз. Процессор жұмысы. Процессор ақпарат өңдейді, сақтайды, тасымалдайды. Адам миы көру орталығы сөзді талдау, ойлау, қозғалыс, сөйлеу, эмоция, бейне қабылдау, өңдеу, сақтау қызметін атқарады. Салыстыру процессор жұмысымен адам миын салыстыруға келмейді. Себебі процессор жасанды жұмыс құралы, ал адам миы жасанды емес. Барлығы бір жұмысты атқарғанымен орындау уақыты әртүрлі. Адам миын ешкіммен салыстыруға болмайды. Жарайсыздар, отырамыз. Процессор тобы жас болса, кім қорғайды тобымызда? Жансая, қорғаймыз. Процессор бізде көптеген жартылай өткізгіш элементтерден тұратын компьютерде бар есептеу мен ақпарат өңдеу жұмыстарын жүргізетін электронды микросхема болып саналады. Және де бізде адам миының жұмысы ағзада бар органның жұмысын реттеп отырады. Ми көру орталығы, сөзді талдау орталығы болып табылады. Және екеуін салыстыруға келетін болсақ, екеуі де сақтайды, өңдейді, есептейді. Ми болса ұзақ уақыт бойы сақтайды, ал компьютер белгілі бір уақытта дейін сақтайды. Компьютер белгілі бір программа бойынша жұмыс істейді, ал адамның миы өздігінен жұмыс жасайды. Жақсы, келісеміз бе? Жауап беріңіз. Жарайсыздар, отырамыз. Ұялы телефоныңызға кіріп, жіберген сілтеме бойынша тапсырмаларды орындайтын боламыз. WordWell сервисінде жеке жұмыс ретінде ұялы телефондарында сілтеме арқылы жіберілген тапсырмаларды орындайтын болады. Тапсырма орындау барысында оқушылар өте қызығушылықпен, өте тиянақты орындап шығады. Сабақты қорытындылау мақсатында барлығымыз ұялы телефонымызбен онлайн мектепке кіреміз. Сол жердегі тест тапсырмасын тапсырып, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын боламыз. Тест деген үстін басып, тестті орындайтын боламыз. Онлайн мектептегі тест жұмысын жақсылап тапсырдыңдар деген ойдамын. Жақсылап тапсырып шықтық па, оқушылар? Егер жақсылап тапсырып шықсақ, әрқайсымыз өзіміздің тапсырғанымыз бойынша күншуақ әдісіне өз-өзімізді бағалап кетейік. Бүгінгі сабағымыз күншуақ әдісі арқылы өз-өзімізді бағалау жүріп өтті. Олай болса, топтарыңыздағы бағалау жұмысын күншуағы арқылы көрсетіп кетсеңіздер. Осы күншуағы әдісі арқылы жалпы бүгінгі оқушыларымыздың көрсеткен білімдерін осы шуақ арқылы көруімізге болады. Сіздердің топтарыңызда күншуағы арқылы бізде осындай бағалаулар жүріп өтті. Бізде ең көп шуақ жинаған Еркежан және Ертуған аялы бізде өте көп шуақ жинап шығыпты. Жарайсыздар, оқушылар. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталуға жақын қалды. Жалпы бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Егер сабақ туралы өз ойларыңызды TikTok әдісі арқылы кері байланыс беретін боламыз.
осы жердегі егер сіздерге сабақ ұнаса жетекші белгісін алып ішіне жабыстырамыз. Айтарым бар, достарыммен бөлісемін, есімде сақтаймын. Осы бойынша өз ойларыңызды білдіріп, кері байланыс берекетін